эстафетасының кемеңгері. Абайдың 175 жылдығына арналған өлең оқу эстафетасын Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының облыстық көркемөнерпаздардың және кинобейнеқор орталығы, Көкшетаудағы әріптестеріміз Ақмола облысы халық шығармашылығы және мәдени демалыс орталығы ұжымынан қабылдап отыр. Әуелде бір суық мұз, ақыл зерек, жылытқан тұла бойды ыстық жүрек, тоқтаулылық, талапты, шыдамдылық. Бұл қайраттан шығады, білсең керек. Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың, елден білек. Жеке-жеке біреу жарытпайды, жолда жоқ, жарыместі жақсы демек. Ақылда, ашуда жоқ, күлкіде жоқ, тулап қайнап бір жүрек қылады лек. Біреуінің күні жоқ, біреуінсіз, ғылым сол үшеуінің жөнін білмек. Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының облыстық көркемөнерпаздардың және кинобейнеқор орталығы ұжымы осы Ұлы Абайдың 175 жылдығына арналған өлең оқу эстафетасын Ұзынкөл аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Резникова Алексия Петровнаға және Амангелді аудандық мәдениет үйінің директоры Қалдыбаев Олжас Жұмабайұлына жолдайды.